Астанаға көктем кеш келеді. Сәуір айының ортасы енді ғана далада күн жылып, спортпен шұғылдануға бір қолайлы жағдай туған секілді. Ең бір қолжетімді спорт түрлерінің бірі ол футбол Астанада, екіншісі жүгіру, таңғы жаттығу. Енді осы екі спорт түрін байланыстыратын ең маңызды дүние ол аяқ киімнің сапасы. Денсаулығыңыз жылдар бойы еш жеріңіз ауырмасын, аяғыңыз ақсаңдамасын десеңіз, аяқ киімге жете мән берген дұрыс. Бүгін екі аяқ киім сатып алдым, бірі жүгіргенге, екіншісі футболға. Қай жерден қолайлы бағаға табуға болады, қандай дүниелерге акцент қойған дұрыс сатып алған кезде маңызды бөліктер деген секілді бүгін шолуда айтып өтемін. Біріншісі Adidas компаниясынан, Adidas дисконт центрден екеуінде сатып алдым. Бұл бізде футболға арнаған аяқ киім. Қазір толығын тоқталып өтемін бірінші осыған. Ал екіншісі Reebok компаниясынан жүгіруге арналған арнайы аяқ киім. Болғанда қазір толығымен тоқталамыз. Бірінші уәде етілгендей, мына спорт, яғни футболға арналған Adidas компаниясының топа моделі ұсынылған екі сарықа ножка деп аталады. Қарапайым тілмен таныстырып өтсем. Бұда ең бірінші неге мән бердік? Табаны жұқа болу керек. Яғни сіз футбол ойнаған кезде бұл көбіне кіші футболға арналған. Сондықтан аяғыңызды еркін тұру өте маңызды. Мен қатты биік кие алмаймын, бұл кішкене дискомфорт сыйлайды, сондықтан онша сәл төмендеуін сатып алдым. Материалына келетін болсақ, германтин таза кожа дегендей келмейді, бағасы 22.500, бірақ біз дисконт центрден, яғни өткен жылы қалған тауарлар биыл сатылып жатқандықтан өтпей қалғандардың арасында сатып алдық, бағасы бізге 16.000 теңгеге айналды. Яғни дисконт центрдің бір ерекшелігі, пайдалысы осы дүние оригинал, дүниені қолайлы бағаға табу алуға болады. Өте ыңғайлы, аяғы жалпақ адамдарға да мына жерін босатсақ еркін тұрады, өйткені мен жалпақтау, сондықтан сопақ болып көрінуі мүмкін, бірақ аяққа өте ыңғайлы тұрды. Екіншісі жүгіруге арналған Reebok компаниясының аяқ киімі. Өзіме ұнайтын түсті таңдап алдым. Бірнеше түс болған болатын, олардың арасында ашық көк түслер болды. Ал мынау маған өте қатты ұнады. Ең бірінші дүние бұл жерде табанына мән берген дұрыс. Мұнан киіп көрген кезде қазір байқалады. Арнайы амортизация деген секілді болады. Кептеп тұратын жүгірген кезде аяғыңызға, тізеңізге, өкшеңізге қатты салмақ түспес үшін өте маңызды дүние. Екеуі де өте жеңіл. Бұл да өте маңызды дүние жүгірген кезде. Түсі де өте қолайлы, қатты кір болмайды десек те болады. Жалпы Reebok компаниясынан бір емес бірнеше аяқ киім киген, сондықтан осы компанияны таңдадым. Өкшесі қатты қалың емес, бастысы еркін, жыбырлауы да, мыжылуы да. Ал бұл жүгірген кезде өте маңызды дүние болып табылады. Сондықтан егер жүгіруге аяқ киім таңдағаныңызда ең бастысы материалына, яғни бұл жерде мата, терең демалады, аяғыңызды комфорт ұстайды. Бұның бағасы 23.000 тұрған. Бұл да дисконт центрден сатып алынды. Астана қаласында орналасқан, бізге 16.000 теңгеге айналды. Жалпы ерекшелігі екі тауар сатып алған кезде, қазір дисконт орталықта бір тауарға арзандауына 40% тағы жеңілдік ұсынылған. Мына көрсетілген бағадан бөлек. Сондықтан маусым басталған кезде жақсы қолайлы бағаға аяқ киім сатып ала аласыз.